Достар, маковый пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге 82,5% таза май бөлме температурасында еріп тұру керек, және қант ұнтағымен жақсылап миксерлеп араластырамыз. Осы орайда жұмыртқаның сарыуызын саламыз, разрыхитель саламыз, және миндальный мука саламыз и макты салып миксерлейміз. Миксерлеуді тоқтатып, бетіне ұнды толығымен салып жіберіп, өте жұмсақ, нәзік тесто илейміз. Тестіні қатты басып илеуге болмайды, себебі пирогымыз қатты болып қалуы мүмкін. Осы видеода көрсетілгендей етіп илейміз. Өте жұмсақ тесті дайын болады. Осы орайда алдын ала дайындап қойған протеинімізге тестіні теңдей екі бөлікке бөліп, яғни таразыға өлшеп бөліп аласыздар. Протеиннің астына орналастырамыз. Барлығы видеода анық көрсетілген. Тестіні өте мұқият орналастырамыз, және қолымыздың көмегімен жұмыс жасауға өте ыңғайлы, нәзік, жұмсақ тесті. Протеинге толық тестіні орналастырып болғаннан кейін бетін вилкаменен тесіп шығамыз. Яғни тестіміз пісіру барысында өте қатты көтеріліп кетпеу үшін міндетті түрде вилкаменен тесіп шығамыз. Енді пирогымыздың бетіне белок дайындаймыз. Ол үшін бізге 6 жұмыртқаның ақуызы және қант ұнтағы, грек жаңғағы, крахмал керек. Осы жерде миксерменен белок жасауға болады. Әрине мен термомикстің өзіменен дайындадым, сол үшін видеоға түсіре алмадым. Енді ақ белогымызды толығыменен дайындап алған тестіміздің үстіне құямыз. Өте дәмді, керемет пирог болады. Осы жерде мұздатылған ягода салып жіберу керек, бірақ ол тұсым менің видеоға түспей қалыпты. Енді кремімізді дайындаймыз. Мұнда обычный крем, творожный сыр, сахарный пудра и сливки. Барлығын миксерлеп, кондитерский мешокқа салып, дайындап қоямыз. Ал енді тортымызды жинау процесіне көшеміз. Мен бетіне ягода салуды ұмытып кеткендіктен, кремнің бетіне салып жібердім ягоданы. Кремді әдемілеп жағамыз. Тортымыздың шеті ашық болған үшін жақсы насадканы пайдаланып, кремді түсіргендеріңіз дұрыс.
Яғни крем коржықтың биіктігімен бірдей етіп жағылды. Мұздатылған ягодаларымызды қойып, бетіне екінші слой пирогымызды орналастырамыз. Барлығы видеода көрсетілген. Осы бойынша жасап жесеңіздер, өте керемет, дәмді, нәзік пирог. Пирогымыздың бетін өздеріңіз қалағандай әрлеуге болады. Мен қарапайым ғана осылай әрлеп қойдым.